Қайырлы күн, құрметті достар. Өздеріңізге бұл видеода Greenleaf деген бұл не деген сұраққа жауап беретін боламын. Greenleaf деген бұл кәдімгі онлайн платформа, бізде Қазақстан нарығында Каспи KZ, OLX, жаңағы содан кейін тағындай онлайн платформалар бар. Озон, Amazon деген онлайн платформалар бар ғой. Тура сол сияқты онлайн платформа деп қарасаңыздар болады. Ол бірінші вариант. Екінші вариант бұл сіздердің онлайн мобильный магазиндеріңіз. Яғни үйдің қасындағы магазинге жүгіріп барасыздар ғой. Ол сіздің өзіңіздің қалтаңыздағы ақшаңызды біреудің бизнесін дамытуға жасап жатырған әрекетіңіз. Онымен салыстырғанда бұл магазин біздің дәл қазіргі сіздерге көрсетіп жатырған онлайн сіздің мобильді магазиніңіз. Неге мобильді? Қалаған затыңызды тез алатын мүмкіндік. Мобильный деген тез деген сөз ғой. Ары қарай кеттік. Бұл сіздің онлайн эко-маркетіңіз. Яғни болашақтың барлығы онлайн салаға кетіп жатырған байқасаңыздар, яғни қазіргі таңда 2020 жылы пандемия болды ғой, ауру болды ғой, елдің бәрін үйіне тығып қойды ғой. Яғни оның барлығы осы онлайн бағытты дамытуға арналған тесттер. Мен сіздерге көрсетіп отырған қазіргі таңда бұл менің жеке кабинетім. Яғни менің өзімнің онлайн эко-маркет, болмасам онлайн платформа, мобильді магазин, болмасам өзімнің эко-маркетімді ашып көрсетіп жатырмын. Яғни бұл эко-маркетке кіру үшін мен өзіме 188 мың теңгеге мобильді карта сатып алдым. Яғни бұл карта маған не береді? Бұл карта маған осы эко-маркеттан, өзімнің онлайн платформамнан, өзімнің мобильді магазинімнан 50% жеңілдікті пайдаланып, өзіме керекті, үйге қажетті барлық өнімдерді алуға мүмкіндік береді. Яғни сіздің 188 мың теңгеңіз бүгінгі таңда компания айтады, долларға шаққанда $400 дейді. Енді қараңыз, компанияның өзінің ішкі ақшасы, яғни 275 PV деп тұр ғой, яғни $1 1 PV-ға тең. Біздің $400 275 PV-ға тең болып тұр. Көрдіңіздер ме? Яғни қазіргі таңда енді ішкі тауарларды балға айландырғандағы керекті маңызды ақпаратта біз $400-ға 275 PV алып, яғни әрбір жасаған әрекетімізге компания өзінің кабинетінің ішіндегі балдармен есептейді. Компания өзінің осы жаңағы онлайн платформасын ары қарай жарнама жасағысы келетін адамдарға ең тиімді қазіргі таңда осылай 188 мың теңгемен тіркеліп, өзіңізге 275 PV-ға бонусный карта алғанмен бірде. Не үшін бонусный карта деп қайта-қайта айтып жатыр? Мысалы, сіз ірі торговый жаңағы магазинге баратын болсаңыз, сауда орталығына баратын болсаңыз, әр бутиктің өзінің картасы болады. Әр картаны сіз тегін аламайсыз. Яғни олар картасын сатады ғой. Тур сол сияқты сіз 188 мыңға өміріңіздің ақырына дейін жеңілдік алатын мүмкіндікке карта сатып алдыңыз деп елестетіңіз. Өміріңіздің ақырына дейін. Алла тағалам 100 жас берсе, 100 жасқа жеткенше сіз осы картаның мүмкіндігін пайдаланасыз. Одан кейін өзіңізге карта сатып алдыңыз, бүкіл продукцияны 50% жеңілдікпен аласыз. Бұның ішінде қандай продукцияны мен сіздерге көрсетіп жатырмын. Бұл Marvisa деген интернет ашып қарасаңыздар, итальянский бренд, яғни премиум классқа арналған өнімдер. Жоғары сапалы, негізі қымбат магазиндерге бармаймыз ғой біз. Біз өзіміз жүгіріп барып арзанға бара береміз, қымбат магазинге кірсеңіздер, заттары, өнімдері жоғары бағада, жоғары сапалы. Біздің компанияның өнімдері жоғары сапалы, тиімді бағада. Яғни сізбен біздің қолымыз жететін бағада сатылады. Одан кейін қараңыз, киімді айтып кеттім. Мысалы, киім Marvisa брендімен біздің нарыққа кіріп келді уже. Ары қарай өнімдердің санын көбейте береді. Одан ары қарай кеттік. Мынау біздің жаңағы Карич зубная паста. Карич деген бұл Япония технологиясымен жасалған
премиум классқа арналған тіс пастасы. Яғни 130 грамм тіс пастаның ішінде сіздің тісіңіздегі ауыз қуысындағы бактерияларға қарсы күресетін тіс пасталардың саны өте көп. Міне мынау жасмин қосылған тіс пастасы. Ары қарай кеттік. Медовая вишня дейді. Яғни бұл вишняны бізде қазақша не деп айтады, не дейді? Біз баяғыда ауылда класс дейтін едік, бірақ ол класс емес, басқаша. Жаңағы қарақат деген ол қара өрік қой. Қарақат деген не ол? Қарақат деген не де? Есіме шығып кеткенін қарашы. Бір сөзбен айтқанда, менің айтқаным түсініп тұрсыздар. Яғни вишняның дәмі бар, жаңағы медовый деген енді әсел қосылған, мед қосылған деген сияқты дәмі бар тіс пастасы. Ары қарай кеттік. Импортная зубная паста DuPont жестокий щетины только для мужчин. Мынау енді біздің ер кісілерге арналған тіс щеткасы, иә? Яғни осындай тіс пастасы бар ма, тіс щеткасы бар ма, соның барлығының неше түрлі сан алуан түрлері бар. Мынау кішкентай балаларға арналған тіс щеткасы. Мынау коробкадағын көрсетіп жатыр да маған. Мынау біздің двойная зубная нить дейді. Яғни тіс шұқығыш. Кариске қарсы, бактерияға қарсы. Көрдіңіздер ма? Тісті негізі басқа нәрсемен шұқсаңыз тісіңізге құрт түседі. Именно осындай жаңағы жіппен тазаласаңыз тісіңізге құрт түспейді. Мынау ледяной вкуспен зубная паста. Яғни не сияқты да, бұл жаңағы аузыңыздың мятасын, свежесть береді. Ары қарай кеттік. Мынау против кариеса травяной мяты дейді. Бір сөзбен айтқанда, осындай өнімдердің біздің өзіміздің мобильді магазинімізде, өзіміздің онлайн платформамызда саны орасан зор. Мынау Blue Point отбеливающий зубной порошок. Мынау біздің тісімізді ағартатын. Мынау ополаскиватель рта дейді, ауыз қуысын шаятын. Мынау уже кішкентай балаларға арналған тіс щеткалары. Тіс щеткаларының барлығы Япония технологиясымен жасалған. Мынау жаңағы иона емес серебра, яғни күміс қосылған тіс щеткасы деп айтсаңыздар болады, иә? Күміс иона серебра бар екен да, щетканың ішінде. Ары қарай кеттік. Кошелек деп, комплект из 2 зубных паст. Утро вечер. Таңертең жуатын, жаңағы кешке жуатын тіс пасталар. Көрдіңіздер ма? Қандай керемет. Осының барлығын, енді үйімізге керекті бүкіл заттардың барлығын өзіңіздің мобильді магазиніңізден, өзіңіздің онлайн магазиніңізден алып бересіз. Маған қазір тек қана жаңағы щеткаларды көрсетіп жатыр. На самом деле бұл жерде одан да басқа паста. Мынау пастамыз, мысалы бізде морской водорослей без фтора дейді. Яғни зубный пастаның құрамында фтор жоқ. Фтор деген ол жаңағы ағзаға зиян өнім екен. Оның бәрін осы компанияға келгеннен кейін біліп жатырмыз. YouTube арқылы ізденіп, яғни теңіз балдырлары қосылған. Қазіргі таңда жаңағы хит продаж деп айтуға болады. Неге хит продаж? Себебі бұл ағзадағы нелерді, папилломаларды кетіріп жатыр екен. Көрдіңіз ба? Папиллома да адамның ағзасындағы вирустың бір түрі екен. Мыло хозяйственное, парфюмированное дейді. Көрдіңіз ба? Осындай ыдыста өзінің дозаторы бар, үйдегі пайдаланатын сабын, жидкий сабын. Көрдіңіздер ма? Яғни бұлардың барлығы жоғары сапалы, ұзаққа жетеді. Мынау гель для душа с маточным молоком. Бұның ішінде ватные палочки. Мен көрдіңіздер ма? Барлығы бар. Көрдіңіз, мынау листті ашатын болсам 241 лист осындайшы бет. Әр қайсысында мен 241-шіні аша салайын, жақтағын аша салайын. Барлығы үйімізге керекті сан алуан түрлі өнімдер. Яғни бұл өнімдерді рахаттанып пайдалана отырып бизнес жасайтын мүмкіндікке қол жеткізесіздер. Мен даже ручкаға дейін сатылады екен бізде. Green Leaf деген ручка бар екен. Көрдіңіздер ме? Мен өзім сіздерге айтып отырып, енді көріп отырмын мына ручканы. Қараңыздаршы, үйге керекті барлығы бар екен. Мысалы, мына пенка для рук дейді. Бұл тек қана пенка емес, бұл аяқтың сасық иісін, қолтықтың сасық иісін, до бритья, после бритья ретінде пайдалансаңыздар болады. Крем ретінде пайдалансаңыздар болады. Жидкий перчатка ретінде бактериядан қолдарыңызды қорғасаңыздар болады. Яғни сан алуан түрлі өнімдер біздің өзіміздің онлайн магазинімізде. Мен бұл жердегі бизнесті әлі айтқан жоқпын. Бизнеске барсам менің
жаңағы уақытым көп кетіп қалады да. Мынаның өзінде 10 минут айтып қойдым. Яғни күнделікті үйге қажетті өнімдердің барлығын өзіңіздің онлайн платформаңыздан, өзіңіздің мобильді магазиніңізден, өзіңіздің эко-маркетингіңізден алатын мүмкіндікті, құрметті, дәл қазір мені тыңдап отырған менің замандастарым, жіберіп алмаңыздар. Сіз бұл жерде өзіңіздің онлайн бизнесіңізді жүргізіп жатырсыз. Сіз бұл жерде өзіңіздің онлайн магазиніңіздің жұмысын жүргізіп жатырсыз. Сіз өзіңіздің бұл жерде онлайн платформаңыздың жұмысын жүргізіп жатырсыз. Сіз бұл жерде, бір сөзбен айтқанда, өзіңіздің бизнесіңізді ашып алдыңыз. Өзіңіздің денсаулығыңызға инвестиция жасадыңыз. Осы жерден бастайыншы. Мен уже аяқтап жатырмын негізі. Денсаулыққа инвестиция деген барлық өнімдер экологиялық таза. Экологиялықты түсінбейтін жандарға табиғи таза, шөп дәрілерден жасалған, құрамында ешқандай химикат жоқ. Көрдіңіздер ме? Сондықтан міндетті түрде өздеріңізге осы жерден орын алуға асығыңыздар. Ең тиімді орын 188.000 теңге. Одан жоғарысын айтып миларыңызды ашытпай қояйын. Бұйырса 188.000 теңгелеріңізді міндетті түрде өздеріңізге арнасаңыздар, өздеріңізге үлкен денсаулықтарыңызға инвестиция жасағанмен бірдей боласыздар. Басқа инвестицияны айтпай қояйын. Денсаулыққа инвестиция жасау мүмкіндігін жіберіп алмаңыздар.